Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылындағы номері 1 мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы Темірхан Кәусар боламын. Егер адамзат тарихын бір кітап деп елестетсек, әр ғасыр бір тарау. Бір тарауда интернет, бір тарауда компьютер, ал біз өмір сүріп жатқан дәуірдің атауы биотехнология мамандығы. Неге мен дәл осы мамандықты таңдадым? Мені биотехнологияда ең қызықтырғаны оның көзге көрінбейтін әлеммен жұмыс істеуі. Біз көзге көрінбейтін әлем арқылы көзге көрінетін адамдардың тағдырын өзгертеміз. Бір зертханада жасалған формула арқылы миллиондаған адамды ажалдан арашалап қаламыз. Бір геннің өзгеру арқылы тұтас бір ұрпақтың денсаулығын өзгертеміз. Мамандықтың шығу тарихы. Биотехнология мамандығы бүгін пайда болған жоқ. Оның тарихы тереңде жатыр. Ертеде адамдар ашытқыны пайдаланып, нан жасаған, айран, қымыз жасаған. Биотехнологияның бастауы осы жерден бастады. Биотехнолог болу дегеніміз бұл жай ғана зертханадағы зерттеуші емес. Ол вакцина мен дәрі өндіруші, ол табиғатты жөндеуші және қатерлі ісікке ем іздеуші. Бұл салада танымал болған жандар да аз емес. Мысалы, Луи Пастер, микробиологияның негізін қалаушы, Крейг Вентер, адам геномын зерттеген ғалым, және Джеймс Уотсон, ДНК құрылымын ашқан ғалым. Бұл салада тек қана білім жеткіліксіз. Себебі мұнда аналитикалық ойлау, жауапкершілік, шыдамдылық, дәлдік және зерттеуші қабілет болу керек. Адам өмірін өзгертетін сала ешқашан оңай жолмен келмейді. Оның өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері болады. Мысалы, бұл саланың артықшылығы оның болашағының зор болуы, халықаралық сұраныстың жоғары болуы және жоғарғы жалақы. Ал кемшіліктері оның ұзақ әрі күрделі оқуы, күрделі зертханалық жұмыстар мен адам басынан туған үлкен жауапкершілік. Бұл сала бойынша біз Қазақстанның жетекші университеттерінде, яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Назарбаев университеттерінде, ал шетелде Германия, ақш және Оңтүстік Кореяда білім ала аламыз. Биотехнология мамандары бізде медицинада, фармацевтикада, экологияда және тамақ өндіру салаларында жұмыс істей алады. Қазіргі таңда биотехнолог мамандарына сұраныс артуда. Себебі биотехнолог бұл үлкен мәселелерді шешеді. Мысалы, қазіргі таңда әлем халық саны артуда және де түрлі дерттер пайда болуда, ал бұның шешімі тек қана биотехнологияда. Биотехнология бұл әлеуметтік, экологиялық және медициналық мәселелерді шешетін маңызды сала. Бір сәт елестетіп көріңіздерші. Бұл әлемде қатерлі ісік емделмейтін ауру ретінде саналмайды. Қазіргі заманда экологиялық мәселелер жоқ. Бұл тек қиял емес, бұл биотехнологияның ертеңі. Біз жарқын болашақты жасамаймыз, оны біреулер жасайды, ал мен сол біреулердің қатарында болғым келеді.